Қоғамдық кітап сөрелері. Бұл бір немесе бірнеше кітапты ақысыз пайдалануға, немесе өз қалауы бойынша кез келген басқа кітаптарға айырбастауға мүмкіндік беру мақсатында қолданылатын кітаптарды қоғамдық орындарда сақтауға арналған құрылғы. Бастапқыда қоғамдық орындарда кітап сөрелері алдымен Аустриялық Грацта, кейінірек Германия елінде Гамбургте және Майнцте инсталляция ретінде ойластырылған. 1996 жылы бұл идеяны Дармштадттық студент Николас Мюллер өзгертіп, бірінші тұрақты ашық кітапхананы тәжірибе ретінде өз қаласында, содан кейін Ганноверде орналастырды. 2010 және 2011 жылдары неміс үлгісі бойынша алғашқы қоғамдық кітап сөрелері Аустрияда және Швейцарияда пайда болды. 2017 жылы Болашақ қауымдастығы алғашқы қоғамдық кітап сөресін Елордада орнатты. Қазіргі уақытта Нұр-Сұлтан, Орал және Петропавл қалаларында 10 кітап сөресі бар. Ағымдағы жылы кітап сөрелері Қазақстанның барлық облыстарында және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында орнатылады. Қоғамдық кітап сөрелерін пайдалану ережелері. Өз қалаңызда қоғамдық кітап сөресін табу. Кітапты таңдаңыз. Кітапты үйге алыңыз. Оқығаннан кейін кітапты сөреге қайтарыңыз. Өз сүйікті кітабыңызбен Болашақ Books кітап сөрелерінде қалдырып бөлісіңіз. QR код ридер мобильді қосымшасы арқылы QR кодтарын қолдана отырып, кітаптардың электронды нұсқаларын жүктеп алыңыз.